Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, мен бүгін сіздерге 4 сыныптың 106 сабағы, яғни пайыздар деген математика сабағынан осы тақырыпты түсіндіретін боламын және соған сәйкес есептер шығаратын боламыз. Ал кеттік, бірінші есеп, яғни қалдықпен бөлуді орында дейді. Бұл жерде не істейміз? Яғни бұл жерде қалдықтарды өсу ретімен орналастырып, тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен әрекеттесуі туралы ғылым қалай аталатынын білетін боламыз. Яғни әрбір бөлудің алдында, әрбір есептің алдында әріп берілген. Соны өсу ретімен әріптермен қосып орналастыратын болсақ, бір атау шығады екен. Ол атау, яғни тірі организмдер өзара және қоршаған ортамен әрекеттесу туралы ғылымның қалай аталатыны туралы. Яғни сол ғылымның аты. Кеттік. 95-ті 3-ке бөлемін. 9 3 рет бар. 9 0 5 1 рет бар. 3 2. Демек 2 қалдық. Мына жерде 31 бүтін 2 қалдық. 705-ті 7-ге бөлсек, мен баған түрінде бөлмеймін. Сендер өздерің баған түрінде бөліп, толығымен көріп, дәлелдеп шығуларыңа болады. 705-ті 7-ге бөлген кезде 100 бүтін 5 қалдық шығады. 104-ті 5-ге бөлген кезде 20 бүтін, яғни 20 бүтін 4 қалдық қалады. Келесі 358-ді 10-ға бөлген кезде 35 бүтін шығады, 8 қалдық қалады. 925-ті 100-ге бөлсек, яғни 9 бүтін 25 қалдық. Келесі 249-ды 2-ге бөлсек, яғни 1 қалдық қалады. Точно анық қарай салып білуге болады. Енді бүтін 248, 48 2-ге бөлсек 24, 124 шығады. 124 бүтін 1 қалдық. 55-ті 7-ге бөлеміз, яғни 49. 49-та 7 болады, яғни 7 бүтін 6 қалдық болады. Келесі 25047-ні 100-ге бөлеміз. Бұл кезде 250 бүтін шығады. 250 бүтін 47 қалдық. Ал енді әрбірін өсу ретімен орналастырамыз. Ең кіші қалдық 1 қалдық. Қай жерде? Міне. Е деген әріп, яғни бұл жерде бірінші Е. Екінші 1-ден кейін 2 келеді. 2 деген сан бар ма? Міне К. 2. Одан кейін үлкені, яғни 1, 2. Одан кейін 4 қалдық. 3 деген жоқ қой, жоқ. 4 қалдықта О деген әріп тұр. 2. Одан кейін кезектегі 5 қалдық. Л деген әріп, Л. Одан кейінгі 6 деген қалдық. Міне. О тағы да. Одан кейінгісі 7 деген қалдық бар ма? 7, 7, 7. Жоқ екен. 8 деген қалдық бар екен. Г. Эколог. 8-ден үлкен біреуі, яғни 25 қалдық, 47 қалдық. Демек 25. И. Кезекте 25 қой. Одан үлкені ең соңында Я. Қандай ғылым екен? Қандай екен ол ғылымның атауы? Экология. Яғни тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен әрекеттесуі туралы ғылым. Экология деп айтылады екен. Кеттік, кейін есепке көшеміз. Өте керемет есептер. Келесі, есіңе түсір. Бөлшек дегеніміз не? Яғни бөлшек туралы кішкене мағлұматтар алып алайық. Яғни 3-ші сыныпта өткенсіңдер, бір рет еске салсақ. Бөлшектің көмегімен 2 натурал санды бөлу нәтижесін көрсетуге болады. Яғни 2 бөлінген 5 дегенде біз мынау бөлшек түрінде жазуға болады. Түсінікті ғой. Бірінші 2 алымында, яғни үстіне біз алымы дейміз. Астындағы 5-ті бөлімі дейміз. Яғни М деген бұл жерде кім болып тұр? Яғни М деген бөлінетін сан, М деген бөлетін сан. Мына жерде М дегенді, яғни алымы, міне мына жерде айтып тұр. М алымы, Н дегеніміз бөлімі, яғни бөлетін сан.
Al endi bu ortadagi sızıqты biz bölçek sızığı dep aytады ekenbiz. Eslerine düştü koy. Bunu men tanışkansыңдар. Kişilerin biri eski türü üçün aytıldı. Kelesi tapsırmanı ortada. Figuranın boyalgan bölüklerini bölçek türünde jaz. Makul. Mına berilgen figura bir bütün dep karastıramiz. Osa bir bütündün kança bölügü, yani bütündün içinden kança bölügü boyalgan bölügünü gözetemiz. Öz negizi kança bölükке bölüngen son sanap çıkamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 12 bölükке, teң 12 bölükке bölüngen. Sonun kança bölügü boyalgan? 1, 2, 3. 12'den 3 bölügü boyalgan. 12'den, yani tolğumen 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin içinden 1, 2, 3'ü boyalgan. Däl oslay yazılады. 12'den 3 dep okuladı. 12'den 3 bölügü boyalgan. Kança bölügü boyalmagan bu jerde? 12'den 9 bölügü, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne üçün 8? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 bölügü dursun. 12'den 9 bölügü boyalmagan dep aytamız bunu. Kelesi mına berilgen figuranın boyalgan bölügün, yani bölçek türünde жазамыз. Kança bölükке bölüngen sanap çıkamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, mına yakta da 12, 24. 24, yani bölümünde 24. Yani 24'tün içinde kançası boyalgan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. 24'ten 6'sı boyalgan. Kelesi mına 3 buruş teң 3'ke bölüngen. Teң 3'ke. Demek 3'ten kança bölügü boyalgan? 1 gana bölügü boyalgan bile. Kalgan 2 bölügü boyalgan emes. 3'ten 1 bölügü. Mına döngülek teң kançaga bölüngen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teң 8'ge bölüngen. 8'de kança bölügü boyalgan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölügü boyalgan. Däl solay eger bul eseptin ornunda başka bir esep gelse de däl osolay orundaysыңlar. Түшүнүктүү ғой. Bölündüğünü bölçek türünde yaz deydi. Buna bölündüğünü bölçek türünde yazmamız gerek. 6 bölü 8 degenimiz, yani teң dep koyasыңlar. Men aslında жазsam 8'den 6. 12 bölüngen 25 degen 25'den 12. 7 bölüngen 90 degenimiz 90'dan 7. 1 bölüngen 100 degenimiz 100'den 1. 4 bölüngen 100 degenimiz 100'den 4 dep okuladı. Yani mınаны teң koyup artjagına жалгастырууга болот сендер деп белгилеп жазган кезде. Bunun ornunda başka esepler bolsa da däl osо сыяктуу жазууга bolады. Түшүнүктүү ғой. 3-нчи esep. Al. Mına жерде айтат. 100'den 1 үлес өзүнүн айрыкча арнайы пайыз атауына ээ. Yani 100'den 1 деген үлести biz 1% деп айтат экенбиз. Yani 100'den 1 үлес өзүнүн айрыкча арнайы пайыз атауына ээ болот. Пайыз бул бөлүмү 100 болатын бөлчектен örnektelетін шаманын санының бөлігі. Yani bölümünde 100 tursa ol, yani üstündeki san пайызын көрсетіп турат. Мысалы 100'den 5 dese bu kança пайыз болады? 5% болады екен. Түсінікті ғой. Yani bölümünde пайыз табу үшін 100 тұру керек. Bölümünde 100 болу керек. Сонда üstündeki san onun kança пайыз екенін көрсетіп турат. 100'den 1 дегенimiz 1% екен. 100'den 5 degenimiz 5% eкен. 100'den 97 degenimiz 97% болады сонда. Түсінікті ғой. Мына жердегі анықтап тұр. Қанша пайыз екенін. Ал мына жақта толығымен 100 болу керек пайыз болу үшін. Түсінікті ғой. Келесі сұраққа көшеміз. Үшінші сұрақ. Пайыз белгісін пайдаланып, бөлшекті пайыз түрінде жаз дейді. Өте керемет. Жаңа мен айтқан нәрсені пайыз түрінде жазыңдар дейді. 100'den 4. Yani kança пайыз бұл жерде? 4% міне 4% деп жазамыз. Түсіндіңдер ғой. 100'den 25 kança пайыз? 25%. Өте керемет. 100'den 38 kança пайыз? 38%. 100'den 59 kança пайыз? 59%. Түсінікті. Ал енді мына пайызды бөлшек түрінде жаз дейді. Мына берілген пайызды бөлшек түрінде жазамыз. 18% дегеніміз, яғни 18% degenimiz teң болады 100'den 18 barakeldi. 58% degenimiz, yani 100'den 58. 76 degenimiz
100'den 76. 99 degenimiz 100'den 99'a teң. Tushundik. Kelesi surakka koşayımız. Kelesi surak, yani 4-cü surak. Diagrammany karap, korşakan ortany ulastaw közlerinin körsetkiçlerini bölçek türünde yaz deydi. Bölçek türünde yazıp körsetmemiz gerek. Bölçek türünde yazуу üçün, yani mınau tüsüne karay yazıp çıkamız. Yani mınau tüstegi mına jerde körsetilgen. Mınau tüstegi mına jerde körsetilgen. Köpünger o payız ben körsetilgen. To'liq bağlılığını biriktirsek kança payız çıgat? 100% çıgat. Mınaның bağlılığını koşup çıksak aynalasındağı payızlar 100% çıgat. Demek onu bölçek türünde körsetүү üçün mınаны жазам. 100'den kançası? 46'sı. 46'sı metallurgiya öndürüsü eken. Awany lastaytın. Kelesi jasılda химия öndürüsü deydi. Kança payız? 27. Demek o bölçek türünde 100'den 27 dep aytılат. Bunun at jagына teң dep, yani payızını жазıp koysalar bolat. Bulay. Tushundik. Keyingisi awul şaruaçylyk 7% mene. Demek 100'den 7%, yani 100'den 7 dep aytamız. Odan keyingisi mınav, yani 9%'lık agaç öňdöw, yani 100'den 9 bölügi, yani 100'den 9 bölügi agaç öňdöw kesibi, önerkesibi, yani awany lastaýdy eken. Keyingisi mınav, yani bu kanday öndürüşü önerkesip deydi. Öndürüşü önerkesip 3% körsetdi. Demek 100'den 3 bölügi, 100'den 3 bölügi. Mınav baska adetden baskamız mene 4%. Demek 100'den 4 bölügi degen söz. Al mınav turgun uy kommunaldyk şaruaçylygy deydi. Mına jerde körsetilgen 4%, yani 100'dün içinde 4 bölügi degen söz. Däl oslay jazylat. Tushundik. Kelesi 5-nji esep. Kesteni kara payızın kömegimen ülgü boyunça yazıldı. 1 santimetrimiz 1 metrden 1%. Yani 1 metrede 100 santimetr var koy. 100 santimetrden, yani biri ol 1%. 1 metrden 1%, 1 santimetr eken. Demek däl şolay many жазıp körüp çıksanlar bolat. 1 metr 100 santimetr eken. 1 santimetrimiz 100'den 1 metr dep aytılат eken. Tushundik. 1 santimetrimiz 100'den 1 metr dep aytılат eken. 1 decimetrimiz 100 millimetr eken. 1 millimetrimiz 100'den 1 decimetr dep aytılат eken. 1 sentnerimiz 100 kilogram, 1 kilogramımız 100'den 1 sentner dep aytılат eken. Tushundik. Kelesi tapsırmany orundady. 6-nji esepde tapsırmany okuyumuz. Serp velosiped tepkende unatady ve veloturaktarda ol koddu kulupdy paýdalanat. Ol mınaday esep kurastadı. Kulup 3, 2 және 4 sanlarynyň kömegimen açylat. Bul 400'den ülken tak san ekendigi belgili. Ol kanday san? 400'den ülken tak san deydi. Al endi hurmetli okuşlar, 400'den ülken kanday 4 және 3, 2 degen sanlardan 400'den ülken bolatan kanday sanlardy kurastyruga bolat? Yani 432 және 423 degen, yani 400'den ülken bolatan däl solay 2 türdegi sandy kurastyruga bolat bul жерden. Sonuň içinde ne depdir? Tak san depdir. Tak san endi 432 takpa, bu jerde 423 takpa. Elbette 423 demek bu izdep turgan san 423 eken. Keremet. Sender de onu baykap koydunlar oya. Kelesi esep. Kelesi esep. 7-nji esep. Öte keremet esep berilipdi. Depteriňe ölçemi 10'da 10 torköz bolat. Yani 10'da 10 degen mına türde koy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulayından bölünedi. 10 torköz deydi. Mına jerde düşpey kalypdy. Bölüngen jerler. Yani bulayna 10. Mene teginende 10 bolat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolatınday şarşı beynele deydi. Kes kelgen 3 tüstü paýdalanyp öz örneğini kur. Her tüstün torköz sanyny paýyz ben jaz. Tapsyrmany dosuňa usun deydi. Yani mına jerde
Былайынан 10, былайынан 10 тор көз бар. Демек, жалпы қанша тор көз бар? 10 болса, 100 данасы болады. Яғни 100 дана тор көз бар. Соның ішінде өздерің бояп шығыңдар. Мысалы, 10 алым қызылмен, 5-еуін жасылмен дегенде, қолыңда қандай түсті қалам бар? Сол қаламдармен пайдаланып әртүрлі түске бояп шығыңдар, және сол түстің қанша пайыз екенін көрсетіңдер. Мен мына жерде бояп қойған түстің, яғни боялған бөлігі мен боялмаған бөлігін пайызын ажыратып көрсетемін. Бірінші боялған бөлігін санап шығамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Демек 34. Қаншадан 34? 100-ден 34. 100-ден 34 дегеніміз қанша пайыз? Яғни 34 пайыз деген сөз. Сендер де дәл солай орындайсыңдар. Ал енді қалған мынау боялмаған бөлігі, яғни 100-ден 66 болады. Бұл қанша пайыз болады? 66 пайыз болады. Сендер де бояңдар, сосын боялған бөлігін санаңдар. Қанша бөлігі боялды? 100-ден соншасы қызыл, 100-ден соншасы қара, 100-ден тағы пәлені көк дегендей өздерің жазып, және соны пайыз түрінде көрсетіңдер. Қиын емес, өте керемет есеп. 8-ші есеп. 8-ші есеп бөлшектің көмегімен және пайыз түрінде жаз дейді. 1 минут, 25 минут, 59 минут сағаттың қандай бөлігін құрайды? 1 минут дегеніміз, яғни 1 сағаттың ішінде қанша минут бар? 1 сағаттың ішінде, яғни 60-тан 1. 1 минутымыз, яғни сағаттың 60-тан 1 бөлігі. 25 минутымыз, яғни 60-тан 25 сағат деп айтылады. Яғни 1 минутты сағат түрінде айту үшін, яғни 1 сағатта қанша минут бар? Соған бөлеміз, яғни 1 сағатта 60 минут бар. Демек, сағатқа айналдыру үшін 1-ді 60-қа бөлеміз, яғни дәл осылай жазылады. 60-тан 1 бөлігі. Яғни сағат қанша деп сұрайтын болса, 60-тан 1 сағат. 1 минут дегеніміз 60-тан 1 сағат деп айтылады екен. Түсінікті ғой, 25 минутты біз сағатқа айналдырып айтатын болсақ, 60-тан 25 сағат. 60-тан 25. 59 минут дегенді біз 60-тан 59 сағат деп айтады екенбіз. Яғни сағаттың 60-тан 59 бөлігі, 60-тан 25 бөлігі, 60-тан 1 бөлігі. Қандай бөлігі деп сұрап тұр ғой? Көрсеттік бөлігі. Келесі, 1 сантиметр, 2 сантиметр, 9 сантиметр метрдің қандай бөлігін құрайды? 1 сантиметр деген метрдің 100-ден 1 бөлігін құрайды. 2 сантиметр дегеніміз 100-ден 2 бөлігін құрайды. 9 сантиметр дегеніміз 100-ден 9. Енді осы 100, яғни бөлімінде 100 тұрған сандарды біз пайызға айналдыра аламыз. 100-ден 1 дегеніміз 1 пайыз. Дұрыс па? 100-ден 2 дегеніміз 2 пайыз. 100-ден 9 дегеніміз 9 пайыз. Түсінікті ғой. 1 килограмм, 25 килограмм, 85 килограммды центрдің қандай бөлігін құрайды? Центнердің, яғни центрдің кешіресіздер. 1 килограммыз, яғни қанша центнеріміз? 1 центнеріміз қанша килограмм? 100 килограмм. Демек, біз центнердің қанша бөлігі екенін көрсету үшін 100-ден деп аламыз. Яғни 100-ден 1 килограмм. Яғни 100-ден 1 килограммымыз, яғни 100-ден 1 центнер екен. Центнердің 100-ден 1 бөлігі екен. Бұлай айтқанда. Бұл 1% болады. 100-ден 25 бөлігі. Бұл 25% болады. 87, яғни 100-ден 87. Бұл 87 пайыз болады. Яғни процент. Түсінікті ғой, бүгінгі сабағымыз. Түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.